Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінде ара балының адам денсаулығына пайдалы екендігін білмейтін кісі кемде-кем шығар. Бал қосылған шай ішсеңіз, бойыңыз сергіп, көңіліңіз көтеріңкі жүреді. Алайда балмен емделудің түрлі жолдары мен әдіс-тәсілдерін көп екендігін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Ендеше бал туралы қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Тістің түбін бекемдеп, тісті ағартуға бал мен уксусты қосып, тісті 3-4 рет шайса, тістің түбі бекемделеді, тіс аппақ болады. Құлақ ауруларына, сиыр сүтіне, ешкі сүтіне, бұлар болмағанда жұмыртқаның ағына балды араластырып, жылытып, құлаққа тамызса әртүрлі құлақ ауруларын жазады. Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әртүрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі бал жеу. Жатар алдында бір шай қасық балды бір стакан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етіп тез ұйықтауға көмектеседі. Таза ауада көбірек жүру, күнделікті бір уақытта дағдылану да өз кезегінде ұйқының тұрақтылығына ықпал етеді. Отқа қайнаған суға, күйген жеңіл күйікке, жараның бетін физиологиялық тұзды сумен тазалап жуып, артынан жараға бал жағады. Қан қысымы көтерілгенде зығырдан 50 грамм, балдан 60 граммды 220 грамм қайнаған суға қосып, күніне 2 рет ішсе, қан қысымын төмендетеді. Суық тигенде, тұмауратқан кезде балды ыстық сүтке немесе лимонның шырынына қосып, аурудан әбден айыққанша ішкен дұрыс. Ол үшін бір стакан ыстық сүтке бір шай қасық балды қосып ішеді. Ал сүтті жақтыртпайтын адамдарға бүтін бір лимонның шырынына 100 грамм бал қосып, әбден езілгенше араластырып, сұйылған соң пайдалануына болады. Оны ішкенде 2-3 күнде жылы үйде жатқаны жөн. Өйткені бал адамды терлетеді, ал терлеген кезде тез суық тиеді. Сондай-ақ шәйнекте қайнап тұрған суға бір ас қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қызарғанын басады. Асқазан ішек науқасына шалдыққан не қышқылы аса көбейіп, керісінше өте азайып кеткен адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе асқазанда жарасы бар науқас тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан 3 сағаттан кейін үзбей бал жеп отырса, ауру бәсеңдеп, жүрек айнуы мен асқазанның қызылдауы басылады. Әрі бал қанның құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Қышқылы аз адамдар бір ас қасық балды тамақтан ішер алдында ғана жесе, ол ас қорытатын шырынның көбірек бөлінуіне әсер етеді. Ал қышқылы көп адамдар тамақтан 1,5-2 сағат бұрын пайдаланса, асқазан қышқылын азайтады екен. Балды әсіресе бауыры және өз жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынын қосып жеген дұрыс. Кейде редисканың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Ондай әдіс өт жолы мен бүйректерге құм, тас жиналудан сақтайды. Балықтың майына қосылған бал асқынған жарақаттарды оңай жазады. Аузы ойылған адам бал жесе тез айығатыны белгілі. Бал күйген жерге де пайдалы. Күйікке балды күніне 2 рет жағу отыру керек. Жараға жағатын дәріні 60 грамм балға 1 шай қасық балық майын қосып, жақсылап араластырып жасайды. Бал жүрек ауруы бар адамдарға да таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың шырынына қосып та ішеді. Қатарынан 1-2 ай үзбей ішкен ауру адамның жағдайы айтарлықтай жақсарады. Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғуы нашарлаған адамдарға да бал жақсы көмектеседі. Қатарынан 1-2 ай үзбей күніне 50-140 граммға дейін бал жеген адамның жағдайы жақсарады. Егер де сізге бал туралы менің видеом ұнаған болса, комментарий жазып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.